Ушында біз ойламау керекпіз. Бізде әлемде 2 миллиард қана мұсылман бар деп. Біз 2 миллиард қана мұсылманбыз ғой мысалға. Бірақ мен айтайын, уаллахи деп айтайын, христиандардың да тең жартысы, яһудилердің бүкілі шығар мүмкін. Олардың барлығы білетін негізі ислам дінінің хақ екен. Бірақ неге қабылдай алмайды? Өйткені қабылдамайды, себебі өзінің дінін лақтырып кете алмайды, өзінің дінін тастай алмайды, немесе тәкаппарлық бар да, мойындағысы келмейді. Мысалы қаншама топтар бар. Тұрып мұсылманы, будущее за мұсылманами, мұсылман мақтай береді да. Ол білет, бірақ ол өзінің дінін сатып кете алмайды. Өйткені оның артын еріп жатқан, оның да мыңдаған жамағаты бар да. Ол кетіп қаламайды ол. Бірден кет жібермейді оны ақиқатқа. Білет, бірақ ақиқат осы екен. Түсініп отырсыздар ма? А яһудилер олар да біледі. Ярифуна кама ярифуна абнаахум дейді Алла Тағала Құранда. Олар пайғамбарды дейді, өздерінің балаларын қалай таныса, тура солай танитын еді дейді.